Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге нағыз пепперони және маргарита пиццасын дайындап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп алыңыздар. Ең бірінші бізге қажетті заттар жылы сүт, оның үстіне біз сұйық майды құямыз, сосын ашытқы мен тұзымызды саламыз. Барлық керекті заттарды мен төменде описаниеда жазып қалдыратын боламын. Барлығын жақсылап араластырып аламыз, оның үстіне сосын жылы суымызды құямыз. Сосын оның үстіне ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр келіп аламыз. Міне достар, біздің жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді ол қамырды біз бетін жақсылап жауып, 1 сағатқа жылы жерге қалдырып қоямыз. Енді достар, біз пиццаның оригинал соусын дайындайтын боламыз. Ол соусты біз қызанақпен дайындаймыз. Қызанақтың ортасын 4-ке бөліп, үстінен ыстық суды құямыз. Енді оның бетін жақсылап жауып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Оға дейін мен заттарымды турап алдым. Бізде шұжық және қызанақты беті қосамын. Енді біздің қызанақтарымыз дайын болды. Енді ыстық суға қызанақты ыстық суға салып бұқтырып қойғаннан соң біздің қызанақтардың қабығы ашылатын болады. Яғни қабықтарын ашып тастаймыз. Ендігі кезекте қабығы ашылған қызанақтарды біз блендермен жақсылап езіп аламыз. Енді оның үстіне біз сарымсақты салып, оны да жақсылап блендермен еземіз. Ал енді табамызды қыздырып аламыз. Жаңағы біздің помидорды езген соусымызды табаға құямыз. Үстіне паприка, 1 шай қасық паприканы салып, жақсылап араластырып, біраз 10-15 минуттай қайнатамыз. Міндетті түрде араластырып тұру қажет, әйтпесе асты күйіп кетуі мүмкін. Міне біздің соусымыз дайын болды, оригинал соус. Ал енді оға дейін қамырымызды 2 бөлікке бөліп, жақсылап дөңгелетіп аламыз. Сосын достар, біз қамырымызды дөңгелетіп болған соң, оны оқтаумен жаюға кірісеміз. Қамырымыз жайып болған соң, оны біз духовканың табаларына, листеріне жайғастырамыз. Шеттетін осылай видеода көрсетілгенде мен сияқты жасайсыздар. Оның үстіне біздің жаңағы оригинал соусымызды жағып шығамыз. Достар, егер де осы оригинал соуспен дайындап, соусын өздеріңіз дайындап жасайтын болсаңыздар, сіздердің пиццаларыңыз міндетті түрде ерекше дәмді болып шығады. Енді оның үстіне біз сырымызды үкіштен өткізіп, бетіне сеуіп шығамыз. Сосын оның үстіне біз шұжықтарымызды, яғни колбасамызды ретімен әдемілеп қойып шығамыз. Ал енді пиццамызды 10-15 минутта печкада пісіріп аламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып тұру қажет. Ал ендігі кезекте маргарита пиццасын дайындаймыз. Ол үшін дәл жаңағындай біздің соуспен, бірақ оның үстіне шұжықтың орнына қызанақты қойып шығамыз. Міне достар, біздің пиццаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
өте дәмді болып шығады. Егер де пікірлеріңіз болса, комментарийға қалдырып кетсеңіздер, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Арнама тіркеліп, лайк басып, қазақ қыздарыңызды қолдап қойыңыздар. Қош, сау болыңыздар.